Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай керемет бисквитті рулеттің рецептімен бөлісемін. Шайға, қонақ дастарханына қойсаңыздар да өте керемет бисквит. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен осындай жұмыртқаны алдым, яғни мен 6 жұмыртқаны алып, жұмыртқаның ағын бөлек, сарысын бөлек айырып алдым. Яғни жұмыртқаның сарысы аққа түсіп кетпеу керек та, тап-таза ақ жұмыртқаның ағы болуы керек. Осыған 6 жұмыртқаға кішілеу болды менің жұмыртқаларым. Негізі үлкендеу болса 5 жұмыртқа жарайды. Қант саламыз. 5 қасық қант салдым мен. Одан кейін бұны жақсылап тұрып әппақ болғанша миксерлейміз. Мінекей осылай миксерлеп алдым мен. Осындай прям күшті болып, үлпілдек болып шықты. Одан кейін жұмыртқаның сарысында осылай миксерлеп аламыз. Яғни ол да әппақ болғанша миксерлейміз. Қантымыз ерігенше. Миксерлеп алдық. Мінекей бұл жұмыртқаның сарысы және ағы. Екеуін осылай әдемілеп, яғни араластырамыз. Бір-біріне басылып қалмау үшін асықпай төменнен жоғары қарай бұлғап отырып, яғни араластырып отырып, бұны осылай бір-біріне қосамыз, яғни араластырып аламыз. Біркелкі бір масса болып шығуы керек. Сол үшін осылай араластырып аламыз. Мінекей осылай араластырып алдым. Енді жаңадай ұнды електен өткізіп алып, тек қана аз-аздан салып отырып араластырамыз. Өйткені көп салсаңыз, жұмыртқа массамыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан аз-аздан жоғарыдан төменге қарай бұлғап отырып араластырып аламыз. Мінекей осындай масса болып шықты. Енді осыны пергамент қағазына жайып саламыз. Мінекей осылай барлығын алып, мен пергамент қағазына жаямын. Сосын бұны алдын ала қызып тұрған пешімізге, яғни газымызға пісіріп алуымыз керек. Мынаның бәрін массамызды біркелкі қылып, барлық жеріне жететіндей қылып жайып аламыз. Біркелкі жайып алған дұрыс. Жаңағыдай жоғары, төмен, ортасы да барлық жері бірдей болуы керек. Осылай мінекей пісіп шықты. 180 градуста 15 минут пісірдім тек қана. Көп емес, 15 минутта. Енді бұны ысылай басқа пергамент қағазына бірден тек неғып аламыз, орап тастауымыз керек. Сондықтан осылай пергамент қағазына түсіріп алдым. Мінекей астыңғы жағы осындай болып шығады. Піспегенін андай зубочисткімен білуге болады. Мінекей осылай орап тастадым. Осыны орап аз уақытқа қойып қоямын, яғни суы керек та, салқындауы керек бисквитіміз. Мінекей салқындады біздің бисквитіміз. Енді бұны ашып, өз қалауыңызша ішіне салмаларын салуыңызға болады. Мінекей осылай бәрін ашып алдым да, ішіне жаңадай не салдым, сгущенка қостым, яғни варенка қостым, қою. Бұл варенкаға қалағандарыңызша қаймақ, яғни араластыруға болады, маймен араластырсаңыздар да болады. Енді творожный сырмен араластырғанда өте дәмді болады. Сол үшін өз қалауларыңызша араластырсаңыздар болады. Менде енді қолда бары осы сгущенка болды, варенка. Сондықтан осы варенканы ғана қостым тек. Және көптеу қоссаңыздар, сол кезде іші де прям күшті болып тұрады да, рулетіміздің іші. Молдау қосқан кезде мен мінекей барынша барлық жеріне жеткізіп тұрып, араластырып тұрып жайдым варенкамызды. Содан кейін бұны әдемілеп, яғни варенканы жағып болғаннан кейін әдемілеп тұрып араластырып не қылаймыз, ораймыз деген ғой. Ораймыз. Мінекей мен осындай қылып орап алдым әдемілеп. Бұған мен енді жаңағыдай не септім, сахарный пудра, қант ұнтағын септім әдемілеп тұрып, және барлық жеріне жететіндей қылып. Содан кейін бұған жаңағыдай шоколадты, любой бір шоколадты алдым да, кішкене ыстық суға салып ертіп алдым. Сөйтіп бұның бетіне оформление жасауға болады. Өз қалауларыңызша әртүрлі ақ шоколад, қара шоколад қоссаңыздар да болады. Енді өз қалауларыңызша. Мінекей мен осындай қиып алдым да,
әдемілеп осылай өрнек жасадым. Енді өз қалауларыңызша біз өзімізге жеуге болғандықтан мен енді қалған шоколадты қалдырмайын деп барлығын осылай молырақ қылып жағып тастадым. Сосын бұны аз уақытқа холодильникке қатқанша жаңағыдай қойып қоясыздар, холодильникте тұрады аз уақыт. Сол кезде бұның сыртында шоколад та, ішіндегі несі де, салмасы да әдемі болып тоңазып салқындайды. Сол кезде дайын болады. Мінекей холодильниктен алдым. Осындай болып шықты, керемет. Сіздер де дайындап көріңіздер. Түскі шайға, кешкі шайға өте керемет болады. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар.